Аллах Тағала. Я ахирал ахирин. Ей ең соңғылардың соңғысы. Я за қуатал матин. Ей күш құдірет иесі. Күш құдірет иесі расында кім? Аллах Тағала. Мен мысалы қазір қолымды көтеруім, түсіруім, орнынан тұруым, отыруым, бұның бәрін Аллах Тағала маған жаратып отыр. Ал енді бұл кім айтады? Жоқ, адамның қалауында деп. Айтамайсыз. Неге? Өйткені мынау соқыр адам неге өзінің күш құдірет өзінде болса көзін емдеп алмайды? Неге коляскадағы отыратын адам неге жүріп кетпейді? Сондықтан да күш құдірет иесі біз емеспіз. Аллах Тағала бізге әрқайсы нәрсені не істеп жатыр? Жаратып беріп жатыр, осылай нығмет беріп жатыр. Күш құдірет иесі Аллах Тағала екен. Я рахимал масакин. Ей міскіндерге рахымдылық етуші. Міскіндер деген біз негізінде. Біз еш нәрсеге неміз қауқарсызбыз. Тек қана біз неме Аллахның қалауымен болып жатыр бүткіл нәрсе. Дұғамызбен болып жатыр. Сұрауымызбен болып жатыр. Не нәрсені нағылсаңыз, сұрасаңыз да Құдай Тағала соны беріп жатыр. Сәй сөзбен болсын, ниет еткеніңізбен болсын. Міскіндерге рахымдылық етуші. Бесіншісі архамар рахимин деп айтады. Рахымдылардың рахымдысы. Ей Фатима, егер де сен дұғаның басын осы бесеуімен бастасаң, Аллах Тағала сенің жүрегіңдегі қайғыны сейілтіп қояды дейді. Жүрегіңдегі мұңды алып қояды және дұғаң тез қабыл болады. Қараңыздар. Хадис. Амал етсеңіздер күшті екен. Жақсы ма? Біріншісі әуелгілердің әуелгісі, соңғылардың соңғысы, ей күш құдірет иесі, міскіндерге рахымдылық етуші, рахымдардың рахымдысы. Жақсы ма? Енді осыған қоса дұғаның әдептері бар. Айта кетейін. Дұғаның әдептері бар. Дұғаның ғалымдар қойып берген 5 әдебі бар екен қазылар. Дұғаның бірінші әдебі не екен? Аллаға мақтау. Мына пайғамбарымыздың хадисіне амал ете отыра, біз мынау несін бесеуін айтып, бұлай айтқанда бұл бесеуі патолог. Аллах Тағала мақтаудың патологы. Аллахым, сен жалғызсың. Соңғылардың соңғысысың. Мен мұқтажмын саған. Рахимал масакин деген. Күш құдірет иесі сенсің. Сен болмасаң мен жүре алмай қалам. Мына тіпті жүректің соққысы, әр соққының өзі Құдай Тағаланың емес әмірмен болады екен. Екіншісі, дұғаның екінші әдебі, құрметті қажылар, пайғамбарға салауат. Қараңыздар, пайғамбарға салауат. Өйткені не? Адамзаттың несі? Ардақтысы, Құдайдың сүйікті құлы. Тіпті адам пайғамбардың өзі жәннатта жүрген уақытта ла иляха иллаллах Мұхаммад расулуллах деген жазуды көреді. Аллахым, кім Мұхаммед деген? Менің ең сүйікті құлым деп айтады. Ең соқты пайғамбарым деген. Жәннаттың алдында, есігінің алдында не деп тұрады? Ла иляха иллаллах Мұхаммад расулуллах деп тұрады. Көрдіңіздер ме?